Сәлем достар, сендермен бірге мен Зомбикс каналы және де мен сіздерге бүгін 5 ситті көрсетемін деп шештім. Сонымен біз бастаймыз достар. Ең бірінші деревнямызды көрсетеміз. Сонымен творческий бұлардың барлығын мен ссылочкасын в описанияда қалдырамын. Бірінші Дали создать. Достар, кешірім сұраймын. Загрузка көп болып кеткен секілді. Міне достар, біз шықтық. Біз сразу же мынандай бір жерде шығамыз. Бұл жер өте қызық. Көптеген адамдар бар. Бірінші күннен бастап выживать ете беруге де болады. Және де сіздер ойлайтын шығарсыздар, не бір немесі жоқ деп ана атын ұмытып қалдым достар. Ішінде сундығы бар. Соның атын кім айтады? Сол менің келесі видеомда болады. Және де бұл ауылдың ерекшелігі мына жерде міне достар, көрдіңіздер ме? Міне спавнердің үстіне түстік. Мында крайға арналған портал бар, және де жер асты замығы бар. Ал біз келесі сидімізға көшеміз достар. Сонымен біздің екінші деревнямыз. Сонымен міне тағы да қайталап қояйын. Бұл ссылочкасы в описанияда қалдырамын. Сонымен 14 0 88 0 38 10 13. Міне достар, осы бір жер болуы мүмкін. Бірақ мен бұл ұраларға әлі де кіріп көрген жоқпын. Әлі де бір ұзағырақ болып тұр. Сонымен достар, екінші деревнямыз міне мына жақта орналасу керек болған. Иә достар, жаңа мен қарап алдым. Міне мынау екінші деревнямыз. Көргеніңіздердей, сосулькалар. Иә достар, бұл редкий биомдардың бірі ғой. Айтып тұрмын, мен бұл ұраларды әлі көрген жоқпын. Не деген әдемі, иә достар. Және де қараңыздар, мына бір деревняның жарты бөлігі қыста, жарты бөлігі жазда орналасқан. Не деген ситтарналар. Сонымен міне мынаның атын ұмытып қалдым. Сонымен көрейік. Ішінде сундық, міне ішінде не бар екен. Он 18 сажнец, бір алмаз, железная кирка. Достар, меніңше бұл өте жақсы ғой. Білмеймін, енді өздеріңіз мына бір деревняда выживать етсеңіздер де болады. Меніңше бұл деревня өте жақсы достар. Я, ал біз келесіне көштік. Сонымен міне үшіншісіне көттік.
осы жолы мен мына бір загрузкасын көрсетпеймін деп шештім. Және де міне минус 13 999 67 0 69 создать. Және міне достар, біз мына бір ағаштың үстінен спавниться еттік. Және де менің ойымша біз мына жаққа жөнелеміз. Иә достар, мен бұны көрген жоқпын, бірақ менің ойымша осы жаққа кетеміз. Өйткені ол Сахарада болу керек болған. Менің білуімше ол жер Сахарада орналасқан. Достар, мен бұл деревняны тапқаннан кейін сіздерге көрсетемін. Сонымен мен стопқа қоя тұрамын. Кешірім сұраймын. Сонымен достар, мен тапқан жоқпын, бірақ ойладым, ағаштың үстінде спавнец еттім ба, оданша читпен ақ таба салмаймын ба. Сонымен міне читті қарап алыңыздар, қалай жазу керек екенін. Ой, кешірім сұраймын достар. Міне достар, локаты village. Міне village. Сонымен міне читтарын қарап алыңыздар, 120 296. Сонымен кешірім сұраймын. 120 64 жоқ, минус 260 деді ма? Сонымен көріңіздер ғой. Тастың ішінен шықтым. Міне. Еш қызығы жоқ деревня секілді ма? Білмеймін достар, менімше мына бір деревняның ешбір қызығы жоқ секілді. Бірақ сіздерге мен қалай телепорт ұстау керек екенін үйреттім деп ойлаймын. Мен мына бір адамдар неме қара болып көрінді ма? Бір-бірімен картоп лақтырып жатыр. Қараңыздар, моркоп, картоп бір-бірімен лақтырып жатыр. Бұл нені білдіретінін білесіздер ме? Бұлар бір-бірімен торговлица етіп жүр. Жарайды достар, енді келесі деревняға көшеміз. Сонымен достар, мен бұл жерді өзім таптым, бірақ сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Бұл деревняда спавнер бар, және де бұл құмда орналасқан. Міне роб ат. Далі тағы да кешірім сұраймын сіздерден достар. Мен басқа сайтты жазып қойдым, бірақ бұл сайтты островтарда выживать еткенді жақсы көретін адамдар ойнаса болады. Мен негізінен островтарда выживать еткенді жақсы көремін. Және де осыны ойнап жүргенмін. Мен басқа біреумен чаталастырып алдым. Бұл өте қызық. Бұл жерде выживать еткен менімше. Сонымен біз басқа сайтқа көшеміз. Сонымен достар, міне сіздерге көрсетейін. Міне достар, осы бір видеоға
лайк басып, подписаться етіп, және де колокольчикка басыңыздаршы. Сонымен достар, колокольчикка басып, лайк қойып, осы видеоға небәрі 51 лайк жинасақ, мен келесі видеоны шығарамын. Сонымен міне сіздерге көрсетейін. Мен бұларды әлі өзім де көрген жоқпын, сондықтан бұлар маған орысша айтқанда неожиданно шығып жатыр. Міне тура мынау секілді. Мен нараны білмейді екем. Бір деревня туралы бұл да бірақ мен не бір деревняның да қайда екенін білмеймін. Бірақ менің ойымша мынадай үлкен ағаштардың жанында деревнялар орналасады. Өйткені бірталайында сондайды көргем. Менің ойымша солай. Сонымен көрейікші достар. Ай, бұл жоқ емес ау. Сонымен достар, мен тағы да қателестім. Достар, сонымен қатар сіздерге айтайын, осындай құмды жерлердің деревнялары өте бай болады. Кешірім сұраймын достар. Бұл жерді немеге көрсеткенді өзім де білмеймін. Негізінен burada деревня бар деп айтылған, бірақ мен таппай тұрмын. Білем, менің видеоларым жаманырақ шығып жатыр, бірақ менің ойымша мен YouTube каналымды бірінші рет бастап тұрмын. Сондықтан мені достар, қолдап жіберсеңіздер жақсы болатын еді. Достар, мынаны да қосу керек. Мында қараңыздаршы. Не бар, не жоқ. Лава, су, темір, алтын, көмір. Тағы да біраз қазсақ мұнарадан алмас шығатын түрі бар міне. Лазурит. Лазуритқа шейін бар достар. Нау бірінші күннен бері қазып бастасаңыздар, мұнарада бір талай байып алуға да болады ғой достар. Мен білмеймін бұл араға не болғанын. Сонымен достар, мен ойлаймын сіздердің менің видеом сіздерге ұнады деп. Сонымен достар, сау сәлеметті болыңыздар.